Қиыны өзіңді тану, оңайы өзгеге ақыл айту деп грек математигі Фалес айтқандай, мен тәжірибеде жаңа тәсілдерді дұрыс қолдана алдым ба? Қандай өзгерістер енгіздім? Мен не үйрендім деп өз-өзіме сұрақтар қоя отыра есеп бердім. Кез келген мәселені сыни тұрғысынан ойлауға, формативті және суммативті жаңа түрде бағалауға, оқушылармен қарым-қатынас жасаудың жаңа тәсілдерін үйрендім. Және де мектептегі тәжірибе кезінде жаңа тәсілдерді қолдандым және әріптестеріме де түрткі болдым. Оқыту мен оқу тәжірибесіне ықпал ете алатынымды түсіндім. Алдымен оқытудағы көшбасшылық туралы нұсқаулықтан оқып білдім. Кейбір мұғалімдер өз тәжірибесін жұмысты жетілдіруден бастауды санайды. Егер де нәтижелі болып әріптестерінің қызығушылығын оята алса, онда бұл өзгерістер мектепте кеңінен қолдау тауып отырады деген тұжырымдамаға сүйендім. Бұған менің тәжірибеде жүргізген өзгерістерін қосатын болсам, тамшыдай болса, өзгеріс лебін, өзгеріс қарқыны мектебіме жетті деп ойлаймын. Сонымен мен өзгерістерді қалай жүзеге асырдым. Мектеп басшылығымен өзімнің жоспарым жайлы кеңестім, сұхбаттастым, мектеп психологымен кездестім, әріптестер арасында семинар өткіздім, ата-аналармен сұхбат жүргіздім және сабақты оқушылардың қызығушылығына сай өткіздім. Енді осы жұмыстарға жекелей нақтылай тоқтала кететін болсам, алдымен мектеп директорымен кездесіп, өзімнің жоспарыммен таныстырдым, осы бағдарлама туралы айтып өттім және мұғалімдер арасында семинар өткізгім келетінін айттым. Мектеп басшылығы әрине мені қолдады, мені қолдап жұмысыма сәттілік тіледі. 7 модульді бағдарлама туралы насихаттау мақсатында әріптестермен семинар өткіздім. Семинар басында әріптестерінің белсенділігі төмен екенін байқадым. Бірақ та мен сыни тұрғыдан ойлауға ықпал ететін сөз жұмбақ жасап сұрақтар бергеннен кейін әріптестерінің қызығушылығы ояна бастады. Мына суретте көріп тұрғандарыңыздай, мұғалімдер топтық жұмыс орындау үстінде. Мына суретте көріп тұрғандарыңыздай, семинар соңында әріптестерге шарларға өз есімдерін жазып, бір-біріне жақсы тілектерін жазып, осындай тренинг өткіздім. Жалпы менің семинарымды әріптестерім ерекше қабылдады. Олардың қызығушылығы оянды семинарға. Әсіресе жас мамандар осы бағдарлама туралы сұрап, өздерінде оқығысы келетінін әсіресе жас мамандар көрсетіп, риза болдым. Оларға және де мен егер де осындай оқытудан сұраныс келетін болса, қалмау керектігін айттым. Және өзгеріс пен жаңашылдықты әрдайым дұрыс қабылдау қажеттігін түсіндіргендей болдым. Осындай мектептегі өзгерістерге толы дүние болған кезде әрине мектеп психологының көмегі қажет болды маған. Мектеп психологымен кездесе отыра ақылдасып, оқушыларға арналған және ата-аналарға арналған сауалнаманы бірігіп дайындадық. Себебі өзгерісті әр оқушы әртүрлі қабылдауы мүмкін, сондай жағдайда қандай әрекетте болу керек деген сияқты ақылдаса отырып бірге жұмыс жасадық. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай ата-аналарға арналған сауалнама. Ата-аналардан сауалнаманы мен жаңағы жиналыс аша отыра, олармен сұхбаттаса отыра алдым сауалнаманы. Сауалнаманы алу мақсатым жаңағы әр оқушының үйдегі мінез құлқын, әр оқушының ерекшелігін біліп алу керек болды. Сол мақсатта сауалнама алдым. Ата-аналарыма да осы бағдарлама туралы түсіндіріп айтып өттім, өзгерістер туралы. Жалпы бұндай жаңа әдіс-тәсілдер ата-аналарға ұнады. Олар да өз ойларын білдірді. Және мына суретте көріп тұрғандарыңыздай, жиналыс соңында ата-аналар өздерінің балаларына жақсы тілектерін жазып, алма ағашының суретіне апарып жақсы тілектерін жапсырды. Жалпы ата-аналарға балаларының оқу үлгеріміне ата-ананың ықпалы өте зор екенін түсіндіріп айтып өттім. Олардың міндеттерін де атап көрсетіп өттім. Балаларына үйде күнделікті көмектесіп, қолдау көрсетіп, сабағын қадағалап отыру керектігін түсіндіріп айтып өттім. Ата-аналарға жалпы бұл жиналыс ұнады. Олар да маған өздерінің рахметтерін айтып, сізге сәттілік тілеп жатты ата-аналар жиналыс соңында. Өздерінен сауалнама, ата-аналардан екі түрлі сауалнама алдым мен бұл жерде. Бірінші сауалнама жаңағы оқушылардың балаларының мінез құлқын білу керек болса, екінші сауалнама бір жағынан өздерін жаңағы сергіту, тренинг ретінде алған сауалнама, ол жерде ата-аналар өзінің қандай ата-ана екенін білді. Кейбірі жаңағы рас біз осындаймыз деп күліп те жатты, кейбірі таңғалып та жатты, жаңағы атынан дұрыс жауаптарын көрсетіп кездесті. Енді мектеп директорымен кездестім,
психологпен кездесіп сауалнама дайындадық, семинар өткіздім, ата-аналарға жиналыс өткіздім және тағы да бір маңызды ол сабақты оқушылардың қызығушылықтарына сай өткізу. Оқушылардан алдымен сауалнама алып алдым. Оларға қандай жұмыс ұнайды, яғни топтық жұмыстар ұнай ма, жоқ жеке жұмыстар ұнай ма, қандай пәндер ұнайды деген сияқты олардың қызығушылықтарын біліп алу мақсатында ең алдымен сабақты бастамас бұрын мен жаңа психологтың көмегімен бірге дайындаған сауалнаманы алдым. Содан кейін осы сауалнамаға сүйене отыра өзімнің жаңа әдіс-тәсілдерді 4 сабағымда қолдандым. Мына суретте көріп тұрғандарыңыздай оқушыларға арналған сауалнама. Қорыта келетін болсам, өз тәжірибеме қандай өзгерістер енгіздім? Оқушылардың өзін реттеуді қалыптастыруға, оқушы мотивациясын реттеп дамыту, оқушылардың ойлауға бейімделе бастап, сыни тұрғыда ойлауға дағдылануы, оқуда диалогтық әңгімені қолданып, білімді өмірде пайдалана бастауға, оқыту үшін және оқуды бағалауды қолданып, оқушыларға үйрету, әріптестердің осы бағдарламадағы модульдерді сабақтарда қолдана бастауы. Осы нәтижелерге, өзгерістерге қарай отыра, мен енді осы өзгерістерді, осы жұмыстарды ары қарай болашақта қалай жетілдіремін дей отыра, өзіме жоспар құрдым жетілдіру мақсатында ары қарай. Ол жоғары дәрежелі сұрақтар қою техникасын одан әрі жетілдіру. Сыныпта талқыланатын мәселелер оқушылардың дамуына, алға жылжуына қадам жасайтындай болуын, сабақ құрылымында 7 модульдің үйлесімділігіне мән беру, оқыту үшін қосымша ресурстарды жинақтау. Жалпы мен оқушылар бұл 4 сабақта оқушылар бойынан мен өзгерісті байқадым. Себебі оқушылар жаңағы сыныпта талқылауды, өзінің ойын еркін жеткізе білуге үйренді. Өте жаңағы сабаққа осы әдебиет пәніне олар өте бір қызығушылықтарын байқатты. Жаңағы мен олардың осындай алдағы уақытта да сабақты осындай топтық жұмыстарда өткізуін, олар ұнататын, қалайтынын, ары қарай осылай жалғастыра берулерін, өзінің өтініштерін айтып, соларға мен оқушылардың бойындағы өзгерісті сездім. Әріптестерім арасында да осы әдістерді үйреніп, менен сұрап, әсіресе жас мамандардың, осы тәжірибесін жаңадан бастап жатқан жас мамандардың келіп көмек сұрап, сұрақтарын қойып осы бағдарлама туралы әдіс-тәсілдерді үйретуді сұрап менен көмек сұрағаны, яғни мен өзгеріске жаңағы тамшыдай болса өзгеріс енгіздім деген менің ойым. Қорыта келе айтатын болсам, топтық жұмысты сағына күтіп отырған оқушылар, қызыға қарсы алатын өзгерген оқушыларды көрген кезде біздің де ынтамыз бен белсенділігіміз, қызығушылығымыз артып, біздің де өзгерген мұғалім боларымыз сөзсіз. Назарларыңызға